Бауыржан Момышұлының қанатты сөздері. Мақтау қауіпті нәрсе. Мақтаудың екі түрі бар. Біріншісі қара ниетті мақтау, екіншісі ақ ниетті мақтау. Орынды зіркілдеу сабақ, орынсыз зіркілдеу азап. Орынды зіркілдеу жастарды дұрыс жолға, орынсыз зіркілдеу бұрыс жолға салады. Тәрбиелі тәртіптің құлы, тәртіпті елдің ұлы. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды, тарихымызды ұмыту. Өзін сыйламаған басқаны сыйлауға қабілетсіз. Өзінің ұлтын сыйламаған, ұлтын мақтаныш тұтата алмайды. Ол сөз жоқ арамза, тексіз әрі қаңғыбас. Ұлттық мақтаныш сол ұлттың адамы үшін қасиетті әрі бұзылмас заң. Еркекті бұзатын екі құмарлық, арақ пен әйел. Өлімнен қорқуға болмайды. Еңбекке қабілеттіліктен айырылудан қорқу керек. Өз ұлтын сыйламау, оны мақтаныш етпеу, сатқындық. Біздің жерімізде еркек діңгек, әйел гүл. Діңгек жапырақсыз, гүлсіз, қазақша айтқанда қу бас деген сөз. Әйел құнарлы топырақ, сонда адамзат дәні өсіп жетіледі. Біз сол дәннің жемісіміз. Әйелсіз адамзат жемісі ешқашанда болмайды. Адамды бұзатын не? Тағы сол атақ, ақша, арақ. Осы үшеуі. Төртіншісі әйел демеймін. Алғашқы үшеуінің буына бөртіп, әйелдерді біз, еркектер бұзамыз. Қартайғанда адам соқа басы сорайып жалғыз қалады. Өйткені қыз күйеуге кетеді, ұлды келін әкетеді. Сонда сенен атақ, ақша, абырой, бала бәрі безгенде, қыңқ етпестен қалқайып қасында қалатын бүкіш кемпірің ғана болады. Адам боп сүрген аз дәуренімде 50 жас па, 100 бе, бәрібір. Оны аяқтап, мәңгі келмеске бірге аттанар сенімді серігіңде сол. Сол жалғыз серігіңе өмірде адал болмағаның өзіңе ауыр. Одан айырылып жалғыз қалғаның одан да қиын. Мұны еркектер ойлауы керек.